Қаламызға қарасты Қызылжарма ауылында 3 желтоқсан халықаралық ерекше жандар күніне орай алтын қолдар атты қолөнер бұйымдарының көрмесі өтті. Көрме ауылдық мәдениет үйінде ұйымдастырылды. Бұл шара биыл алғаш рет өткізіліп тұр. Шара негізгі мақсаты адам бойындағы мейірбандық, адамгершілік құндылықтар арқылы өзара сыйластық қарым-қатынасын дамыту, ерекше жандарды ортаға бейімдеу дейді ұйымдастырушылар. Бұл ерекше жандар әр уақытта біздің қоғамымызда ерекше орны бар жандар. Олардың әрқайсысының отбасы бар, олардың ағайыны бар, мінекей. Солардың бәріне үлкен табыс тілейміз. Сіздердің осы көрме арқылы, сіздердің адамгершіліктерің, сіздердің мәдениеттіліктерің, сіздердің келешекке деген талпыныстарың, осының барлығы бізді қуантады. Шара барысында екінші-үшінші топта ерекше жандар өз қолдарынан шыққан бұйымдарды таныстырды. Олардың бірі Бибаша Есупова. 8 жылдан бері инеме матаны жанына серік етіп, құрақ көрпе, киім, қолдорба секілді дүниелерді жасайды. Осы сала арқылы айына 500 мың теңгеге жуық табыс табатын және өзінің мақсат тігін шеберханасын ашқандығын айтты. Керемет ерекше жандарға арналған өте қол өнерін көрсетуге сосын жәрмеңке ұйымдастырып жатыр. Бұл жәрмеңкеде бізде өзіміздің шығарған қол өнерімізді көрсетуге, біздің тіршілігімізді елге таныстыруға өте көп ыңғай келіп тұр. Шара соңы әйелдер қауымына арналған әсем әнмен әрленіп, ерекше жандарға алдын ала дайындалған ауыл әкімінің дипломдары мен сый-сияпаттар табыстаумен қорытындыланды. Аружан Серікбай, Нұрдәлі Шадымұрат, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.